Біз пирожный шуды жасауға кірісеміз. Бірінші біз боялатын тестасын жасаймыз. Яғни бұл бірінші тестасы, бетінде әдемі қылып көрсетіп тұратын. 100 грамм минут температурасындағы сармайды ыдысымызға салып алдық және миксерлейміз. Бұл қатты ерітілген болмауы қажет, және де холодильникте шарылған болмауы қажет. Мынандай ізі оңай қалынатын, бірақ өз формасын ұстап тұратын болуы қажет. Енді миксерлейміз. Енді алдын ала ұн илегішіне өткізілген сахарный пудрамызды саламыз. Сахарный пудрамызды салдық, енді миксерлейміз. Стоп. Енді мұнда біз ұнымызды саламыз. Жақсылап миксерлейміз және де лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Нәтижесінде біздің тестамыз песочный болды. Оны былай біріктіру өте оңай, себебі сармайы бар мұнда. Енді біз бұны 3 бөлікке бөлеміз. Ал бүгін мен 3 түрлі түсті таңдап отырмын. Ол жасыл, сары, қызыл. Яғни цветофорның түстері. Сары бояғышымызды қосамыз аздап. Енді араластырып шығамыз. Мен сары бояғышпен бояп жатырмын. Мастикада қолданған технологиямызды қолданамыз. Яғни бояғышымызды салып алып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі түс пайда болғанша араластырып отырамыз. Нәтижесінде менде мынандай қамыр пайда болды. Өте керемет сары түске боялды. Енді келесісін мен жасылға бояймын. Жасыл бояғышымызды саламыз. Енді тура сары сияқты араластырамыз. Мінекей, 3 түрлі түске бояп алдық. Маған үшеуінде түсі өте керемет шыққан сияқты ұнап тұр. Енді бұлардың бетін жауып алып қоямыз. Біз енді заварной тестаға көшетін боламыз. Темір ыдысымызға суымызды құямыз. Және тура сол мөлшердегі сүтімізді құямыз. Аздап қана тұз саламыз. Және 1 қасық қант саламыз. Енді отта қайнатамыз. Үнемі араластырып отырып, отта қайнататын боламыз. Және де сүтімізге сармайымызды саламыз. Сармайымыз еріп, сүтіміз қайнағанша күтеміз. Сүтіміз қайнады. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын саламыз. Бір келкет араластырамыз. Аздап оттан ала тұрамыз, немесе астын өшіре тұрамыз. Аздап оттан ала тұрамыз, немесе астын өшіре тұрамыз. Бір келкет араластырып алу үшін. Енді қамырымызды қайтадан қоямыз. Үнемі араластырып отырамыз. Қамырымыз қоюланғанша.
Мінекей, қайырымыз қойылғанда астында ұнның мынандай поверхності пайда бола бастады. Енді ала берсек болады. Енді суыту үшін пластмасса ыдысымызға саламыз. Біз бұны қатты мұздағанша суытпаймыз, тек қана жылы температураға, яғни жұмыртқамыз күймейтіндей состояниеге келгенше жылытамыз. Содан кейін жұмыртқаларымызды саламыз. Мінекей, қамырымыз суыды, жылы температурада. Енді жұмыртқамызды біртіндеп салып отырып араластыратын боламыз. Жұмыртқаның граммына байланысты әртүрлі кетуі мүмкін. Бірақ үшеуі точно кетеді. Төртіншісін қосамыз ба, қоспаймыз ба, әлі белгісіз. Қамырдың құрғақ сұйықтығына қараңыздар. Мінекей, мынау бізде әлі де жұмыртқа аз деген сөз. Біз әлі де жұмыртқа саламыз. Бізде үшінші жұмыртқа кетіп бара жатыр. Орташа есеппен 3 немесе 4 жұмыртқа кетеді. Бүгін өкінішке орай бірақ біздің жұмыртқаларымыз кішкентай, 55-60 граммдық шатыспасам. Ал бұрын біз үнемі 65-70 граммдықты қолданатынбыз. Енді төртінші жұмыртқамызды қосамыз. Ох, мастер. Осы консистенция бізге жарайды. Қатты қою да емес, сұйық та емес. Енді біз оны біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін кондитерский мешогымызға құямыз. Мінекей біркелкі болды. Міне текстурасы. Енді кондитерский мешокқа саламыз. Біз бірінші жасаған қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Және жайғанымызды мынадай темір формамен дөңгелетіп кесіп аламыз. Заварный тестамызды салып алдық, енді басын қиямыз. Тестамызды қиямыз. Енді суға қолымызды батырып алып, бетін тегістейміз. Бұл кәдімгі дамский пальчики, эклер солардың тестасына ұқсайды. Бай төбесін тегістеп шығамыз. Мынандай дөңгелектер кесіп алған болатынбыз. Бірінші тестамыздан енді соны былай бетіне қойып шығамыз. Мынандай жағына көрсең болады, осылайына бетіне просто жай ғана осылай қойып шығамыз. Әрқайсысына әртүрлі түстен. Нәтижесінде бізде былай болды. Және де біреуін мындай әртүрлі үш түсті араластырып көрдім. Қалай шығатынын көреміз. Қазір енді пешке пісіретін боламыз. Сырдарымыз көтеріліп жатыр. Мінекей өте керемет болып пісіп жатыр. Мінекей біздің пирожный шуларымыз пісті. Асты мынандай золотистый болған кезде оттан ала берсек болады. Асты мынандай золотистый болған кезде пештен ала берсек болады. Енді біз бетін кесетін боламыз. Дөңгелетіп. Мінекей. Ішіне өзіміз қалаған кез келген кремді қолдансақ болады. Ол крем бізде заварной болуы мүмкін, немесе
Крем чиз болуы мүмкін, әртүрлі кремді қолдансақ болады. Мінекей. Барлығын тура осылай кесіп аламыз. Все. Пирожный шуымызға мынандай насадка кигізіп алдық. Біз кремімізге мынандай звездочканың насадкасын кигізіп алдық. Енді пирожный шуымызды әсемдейтін боламыз. Ол үшін біз бір келкетіп крем жағамыз. Және шапкасын кигіземіз.